Ассалаумағалейкум барша достар. Мына алдарыңызда тұрған мына кереметтей құрастырылған синтезатор аккордеон десек те болады атауы. Енді қазақшалап атын қоятын боламыз. Бұл керемет инструмент құраушы біздің Ершім деген ағамыз. Қош келдіңіз. Мынау Қытайдан Қабибол Қанапияның аты түркіреп тұрған Санжы облысынан келген ағамыз осы инструментті арнайы жасап шықты. Бұл кісіні мен арнайы шақырумен бүгін біздің өзіміз Жетісуға Қазақстанға алып отырмыз, шақыртып отырмыз. Өйткені мына аппаратты, инструментті өте жаңағы тамаша жасаған. Жаңадан бері өзім тартып көріп, енді керемет, өте жақсы жасалған. Көріңіздер, корк 600-ді әдемілеп жасаған мына жерде. Қарап тұрсаңыз, барлық звуктары, дыбыстары ауысады мына жерден. Барлық кнопкалар орнымен тұр, қалай басасыз. Көріңіздер, мына жерде экрандар орналасқан. Корк 600-дің экранын алып келген. Сосын мына жердегі темпіларын бұрап нетеді. Мынау кожы сыртын құрастырған, керемет. Артында жаңағы өзінің колонкаға жалғанатын несі бар, мына зарядтайды. Сосын бұның ішінде карманный зарядка бар, тоққа қоспайсыздар. Жаңа 5 сағат өзі тоғы жетеді. Зарядтап қоясыздар. Мына жерде жаңағы заряд көретін жері бар, міне қанша қалған. Осы жерден қаншалық қалғанын осы жерден көруге болады. Мына общий жаңағы қосатын кнопкасы ғой. Осыны қосқаннан кейін жаңағы корктағыдай мына жерден қосамыз. Бұл балық өзінің колонкасы ғой. Өзі 600-дүктің, 600-дүктің колонкасы керемет екен. Енді болашақта Ямахадан да құрағалы жатыр. Ямаха SX 600-дан құруға болады екен. SX 600-ды құрастырып, жаңағы сосын мына колонкасына ана S775-тердің 770 колонкасын өзгеріп салуға болады. Онда мощный болады. Ал аға, бұны қалай ойыңызға келді осылай жасау? Енді гармон ойнайтын жігіттер көп. Мәселен, мына жаңағы мына Ямаха ойнайтын жігіттер көп. Енді Ямаха ойнайтын жігіттер гармон ойнай алмайды. Сосын ойдағаным ғой, мына жағы оңай болатын, аккорд беретін жағы. Ona болған. Сосын бұны өз саған өзгеріп жасап отырмыз. Жаңа сұранысқа сай, талапқа сай дейсіз. Талапқа сай. Енді керемет екен ме? Өте жақсы шығады. Бұл кісінің босымен 6-шы рез жасалып, 6-шы рез өзгертілді. Ендігі жаңағы кнопкалардың кішкене ауыстыруған переходтарды ауыстыру үшін жаңағы ыңғайлы жерлерін кнопкаларын жақындатамыз. Енді мына бұрайтын мен мына жерге қой деп айттым бұл кісіге ұсыныс жасап. Сосын жаңа переходтарды амал болса, мына қолға жақын жерден ауыстырып келесі шоғылардың тағы да. Енді бұл жаңалана береді ғой, уақыт өткен сайын жаңағы талаптарға сай, сұраныстарға сай жақсы дүниелерден болады. Келесі микрофон қолданатын. Микрофон қосып, мына жерге стойкасын қойып әшейін. Бұлай басына кетің оға да болады. Енді керемет мынау. Бүйтіп асып аласыздар, салмағы 10 кило, 7 кило, 8 кило. 8 килограмм, мына көріңіздер. Басасыздар. Мынаны жаңағы мен ойнатамыз. Ең алғашында шатасады екенсіздер, мен кішкене жарты сағат ары бері нетіп отыр. Бірақ енді адамға жақсы не береді екен, құдалықтарға, осылай барып ән айтқанда да. Осындай заказ беретін болсаңыздар, хабарласыңыздар. Маған төте хабарласыңыздар. Сол арқылы Ершім ағамызға арнайы заказ беріп жасатамыз өздеріңіз. Талаптарыңызға қарай, аты жөндеріңізді жаздырып деген сияқты мына жерге. Енді керемет инструмент деген аға. Жақсы. Игілігіңізге әрқашанда сізден жақсы. Бұғанда керемет аспаптар шығуға нәсіп етсін. Мынау енді өзіміздің міне қазақ бауырымыз ағамыздың жасаған керемет инструмент енді. Қазіргі кезде менде TikTok шетелден хабарласып жатты, жан жақтан сұранысқа. Соны керек болса маған хабарласыңыздар.
номері 705-330-2266. Осындай корықпа 600-дықтың жаңағы жаңа аспапты бұзып арқылы жасаса, жаңа бағасы енді миллионнан жоғары болады. Примерно, өйткені доставкасы бар, Ямаханы бұзып қайтан құрастырғаны бар, еңбегі бар деген сияқты. Сондай бағалары болады. Енді ескі корықтардан өздеріңіз корық тауып берсеңіздер, жаңа оны қайтадан да жасап беруге болады. Онда бағасындағы өздеріңізбен келісуге болады екен. Осы ағам не керемет. Бүгін мен студияма арнайы келіп, осыны Ершат бауырыма көрсетейін деп алып келген. Адамыңызға рахмет. Істеріңіз ілгері бола берсін. Бұл кісі тағы бір ерекшелігі, мұндай бұзылған синтезаторлар жасай береді. Сосын домбыраның жаңағы электронды тек жасаған бұл кісі. Содан кейін синтезаторлар, любой синтезаторды ашып ремонттай береді. Егер ондай үлкен жаңағы ремонттайтын жағдайлар болса, болашақта бұл кісіге айтып отырмын, келіп алыңыз осы жаққа, Алматыдан үлкен ашып. Жақсы, келеміз. Осы сияқты ағаларымыздың енді бізге қажет қой қазақ елінде. Тамам болыңыздар, тіркеліп лайк басып кетіңіздер, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Номерімді айттым, соған хабарласыңыздар. Жақсылықта жүздесе берейік әрқашанда. Осындай қазағымызды қуантатын осындай жақсы инструменттер көбейе берсін. Аман болыңыздар.